Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін интеграция тақырыбындағы мәтінге талдау жасаймыз. Алдымен мәтіннің мазмұнына үңілмес бұрын мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бірінші сұрақ. Интеграцияның басқа елге қарағанда Қазақстан үшін артықшылығы. Екінші. Экономикалық интеграцияның тұтынушылар үшін басты артықшылығы. Үшінші. Мәтіннің 5-ші бөлігінде кездесетін ақпарат. Төртінші сұрақ. Төртінші азат жолдағы автор көзқарасын дәлелдейтін сөйлем. Бесінші. Шетел өндірушілерінің Қазақстанда кәсіпорындар ашуға қызығушылық таныту себебі. Енді осы сауалдарға жауап беру үшін біз мәтіннің мазмұнымен танысып алайық. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып шығыңыздар. Мәтін 5 азат жолдан, яғни 5 бөліктен тұрады. Міне, мәтінмен танысып болдыңыздар деп ойлаймын. Тағы да қайталап өтейін. Мәтін 5 азат жолдан, яғни 5 бөліктен тұрады. Енді сұрақтарға жауап берейік. Алдымен бірінші сұрақ. Мәтінге сұраққа жауап беру кезінде мәтіннің мазмұнынан ауытқымаймыз. Интеграцияның басқа елге қарағанда Қазақстан үшін артықшылығы. Бұл мәлімет 3-ші абзац жолда айтылған. Назар аударайық. Интеграцияның екінші бір артықшылығы серіктес елдердің тұтыну нарығына бағытталған өндірушілердің бірлескен өндірісін ашу және бұрынғы өндірісті кеңейту есебінен жаңа жұмыс орындарының пайда болуы. Осының бәрі жұмыссыздықты азайтып, халықтың әл-ауқатының өсуіне маңызды жағдай жасайды. Оның үстіне, Қазақстан басқалармен салыстырғанда аса маңызды бәсекелік артықшылықтарға ие. Өте қолайлы инвестициялық климат, жеңілдетілген салық жүйесі. Міне қараңыздар, жеңілдетілген салық жүйесі. Бизнесті оңай тіркеу, осылардың арқасында үздік технологиялар мен инвестицияларды магнитше тартып отырмыз. Міне, интеграцияның басқа елге қарағанда Қазақстан үшін артықшылығы осында екен. Яғни, үздік технологиялары мен инвестицияларды магнитше тартып отырмыз. Демек, ол ненің арқасында? Ол жеңілдетілген, яғни салықтың арқасында. Қараңыздар. Енді осында демек 3-ші нұсқасы. Жеңілдетілген салық арқасында инвестицияны көп тарта аламыз. Міне, жеңілдетілген салық жүйесі. Жеңілдетілген салық жүйесі. Осы арқылы біздер инвестицияларды магнитше тартып отырамыз. Міне, демек, нұсқасы екен. Интеграцияның басқа елге қарағанда Қазақстан үшін артықшылығы жеңілдетілген салық арқасында инвестицияны көп тарта аламыз.
Келесі сұрақ. Экономикалық интеграцияның тұтынушылар үшін басты артықшылығы неде? Бізде мәтіннің екінші азат жолында, екінші бөлігінде айтылған болатын. Тұтынушылар үшін ең басты артықшылық ЕО-ға мүше елдерде шығарылған тауарлардың сапасына жоғары талап қою. Мысалы, Ресейде шұжық өнімдерінің құрамы 60% еттен тұрады. Ал Қазақстанда құрамында 5-тен 20%-ға дейін еті бар өнімдерді шұжық өнімдеріне жатқызамыз. Бірыңғай техникалық реттеу шаралары енгізілген соң, өнімдер сапасы да жоғарылайды. Демек, экономикалық интеграцияның тұтынушылар үшін басты артықшылығы бұл бізде тауарлардың сапасына жаңа талап қою. Міне, бірыңғай техникалық реттеу шаралары енгізілген соң, өнімдер сапасы жоғарылайды. Яғни біз өнімдердің сапасына талап қояды екен біз. Демек, экономикалық интеграцияның басты ең бірінші артықшылығы міне тауарлардың сапасына жоғары талап қоя білу. Басты артықшылық тұтынушылар үшін басты тауарлардың сапасына жоғары талап қоя білу. Мәтіннің 5-ші бөлігінде кездесетін ақпарат. Мәтіннің 5-ші бөлігіне назар аударайық. Қазір мен дауыстап оқып шығамын, сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Осы 5-ші бөліктегі ақпараттар арқылы не айтылғанын біз мына 4 нұсқа арқылы анықтай аламыз. Үшіншіден, ортақ нарықтың ішіндегі еңбек көші-қонының шаралары да айтарлықтай жеңілдетіледі. Бірыңғай экономикалық кеңістікке кіретін елдердің барлық азаматтары Қазақстанда, Ресейде және Беларуста жұмысқа орналасу кезінде тең құқықтар мен міндеттерге ие болады. Адам капиталының еркін қозғалуы бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы елдердің бірінде жұмысқа орналасарда уақытты қысқартуға және рәсімдерді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Демек, назар аударыңыздар, мына жерде бірыңғай экономикалық кеңістікке кіретін елдердің барлық азаматтары Қазақстанда, Ресейде, Беларуста жұмысқа орналасу кезінде тең құқықтар мен міндеттерге ие болады. Мына жерде айтылып тұрған негізгі басты ақпарат бұл жерде бірыңғай экономикалық орталыққа кіретін мемлекеттердің жұмысқа кіру құқығы бірдей. Демек, А нұсқасы. Мемлекет адамның жұмысқа кіру құқысы бірдей екен. Келесі сұрақ. 4-ші азат жолда автор көзқарасын дәлелдейтін сөйлем. Енді 4-ші азат жолға назар аударайық. 4-ші азат жолда не айтылған екен? Дауыстап оқып шығамын. Естеріңізге салып, мұқият тыңдап отырыңыздар. Біздің ең үлкен артықшылығымыз қоғамдағы бірлік пен ұлтаралық татулық. Осыған көз жеткізген ресейлік, беларустық, тағы басқа ірі өндірушілер Қазақстанда бірлескен кәсіпорындарын ашуда. Мысалы, Ресейдегі әйгілі КамАЗ компаниясы Көкшетауда КамАЗ инжиниринг бірлескен кәсіпорын ашты. Осы кәсіпорында электрлі газды қозғалтқышпен жүретін гибридті жүк автокөлігін шығару қолға алынды. Демек, байқап отырсыздар өздеріңізде, бұл жерде сөйлемнің басында айтып тұр.
Біздің ең үлкен артықшылығымыз қоғамдағы бірлік пен ұлтаралық татулық. Міне, 4-ші азат жолдағы автор көзқарасын дәлелдейтін сөйлем бұл С нұсқасында тұр екен. Міне, біздің басты артықшылығымыз қоғамдағы бірлік пен ұлтаралық татулық. Келесі сұрақ. Шетел өндірушілерінің Қазақстанда кәсіпорындар ашуға қызығушылық таныту себебі неде? Бұл туралы мәлімет мәтіннің 5-ші бөлігінде айтылған. Өте қолайлы инвестициялық климат, жеңілдетілген салық жүйесі, бизнесті оңай тіркеу, осылардың арқасында үздік технологиялар мен инвестицияларды магнитше тартып отырмыз. Сонымен қоса, шетелдік кәсіпкерлер мен инвесторлар елдегі саяси тұрақтылыққа ерекше назар аударуда. Демек, шетелдік кәсіпкерлер мен инвесторлар біздің еліміздегі саяси тұрақтылыққа ерекше назар аударуда. Шетел өндірушілерінің Қазақстанда кәсіпорындар ашуға қызығушылық таныту себебі бұл елдегі тұрақтылық екен. Еліміздегі тұрақтылық. Бизнесті оңай тіркеу, солардың арқасында үздік технологиялар мен инвестицияларды магнитше тартып отырмыз дейді. Демек, шетелдік кәсіпкерлердің, инвесторлардың бізге қызығушылық артып отырған себебі біздің еліміздегі саяси тұрақтылықтың сақталуы. Міне, біз барлық сұрақтарға жауап бердік. Әрине, сұраққа жауап беру кезінде мәтіннің мазмұнынан ауытқыған жоқпыз. Бірінші сұрақта интеграцияның басқа елге қарағанда Қазақстан үшін артықшылығы жеңілдетілген салық арқасында инвестицияны көп тарта алады екенбіз. Экономикалық интеграцияның тұтынушылар үшін басты артықшылығы тауарлар сапасына талап қоя білу. Әрине, жоғары талап қою. Мәтіннің 5-ші бөлігінде кездесетін ақпарат. Бұл бірыңғай экономикалық кеңістікке кіретін мемлекет адамының жұмысқа кіру құқысы бірдей екен. 4-ші азат жолдағы автор көзқарасын дәлелдейтін сөйлем біздің басты артықшылығымыз қоғамдағы бірлік пен ұлтаралық татулық. Шетел өндірушілерінің Қазақстанда кәсіпорындар ашуға қызығушылық таныту себебі бұл біздің еліміздегі тұрақтылық екен. Міне, барлық сауалдарға жауап бердік. Сауалдарға жауап беру кезінде мәтіннің мазмұнынан ауытқыған жоқпыз. Барлық сұрақтардың жауабы мәтіннің мазмұнында тұр екен. Демек, біз барлық нұсқаларды дұрыс орындадық. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама жазыла отырыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.